Бізде негізі Кореяда 25 декабрда жаңа жыл басталады. Сондықтан мен бүгін балаларыма жаңа жылдық сыйлықтарды дайындайын деп жатырмын. Барлықтарыңыздың жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Және де ал енді мен балаларыма бұл жолы не алдым? Всегда негізі жыл сайын балаларыма киім алатынмын, көбінесе тәтті-мәтті сондай заттар алатынмын. Бұл жолы мен не алдым? Соны бірге көретін боламыз. Мына мен сыйлықтарым алып қойдым. Енді осылардың барлығын дайындауымыз керек. Негізі мен бір нәрсе алсам всегда көп алам. Әрине оның барлығын әрі сыйлыққа берем, одан бөлек дастарханға қоям. Сондықтан да бүгіннен бастап қазір мен негізі менің 4 балам бар, одан соң күйеуім бар, и өзіме сыйлықты жасап қойдым. Мен оны алдыңғы видеода сіздерге салған болатынмын. Бүгін мен яғни 5 адамға сыйлық дайындаймын. Мына пакетке мен қызыма сыйлық саламын, және де қызыма бұл жолы не алдым? Ал бірге көреміз. Қызыма витамин алдым. Көрсеңіздер болады. Қызым қазіргі кезде 11 жаста. Оның қазіргі уақытта нағыз дамитын уақыты, бойының өсетін уақыты, яғни сүйектерінің қалыптасу уақыты болғаннан кейін мен бұл жолы барлық балаларыма витамин алдым. Бүгін қызыма осындай витамин алдым. Мынау коробкаға саламыз. Одан соң негізі мынандай да витамин алдым. Бұл витамин негізі барлық балаларым үшін. Бұны қалай салуды білмеймін, сондықтан бұны мен қызыма сала салатын боламын. Бірақ кейін Новый годта барлықтарың үшін деп айтамын. Бұны да саламын. Жейтін заттар, неге өйткені жас бала болған екен міндетті түрде ондай нәрселерді күтеді. Жаңа жылдық сыйлыққа, сондықтан міндетті түрде тәтті нәрселерді салу керек. Түрде сок саламыз. Чупа-чупс. Бұндай нелер рамендарды жақсы көреді. Ащы рамен, одан бір штук. Содан соң мынандай алдым. Бұл не десеңіздер, бұл қазіргі бізде Қазақстанда хит болып жатыр. Яғни барлық сүтті, мороженойды қатырып сататын, қатырылған, яғни сүтті қатырылған суфлированный дейме, сондай. И мынандай готовый. Оның бір коробкасын алдым. Вообще керемет. Негізі сүттікі де вообще керемет болады екен. Дәмі де ерекше мороженое сияқты. Еще вообще хрустящий, андай қатты да емес. Өте керемет екен. Дәл осындай коробкада, егер сіздерді алып жеп көрем десеңіздер, алып жеуге болады. Негізі көбінесе біздің қазақстандықтар Кореяда көп нәрсе бар екенін біледі, бірақ қайсы не екенін білмейді, сондықтан да сіздерге көрсетіп жатырмын. Дәл осы коробкада қатырылған сүт, яғни бізде қатырылған сүт не дейді? Суфлированный дейме, бір нәрсе дейді, дәл сондай. Осындай алдым, керемет екен. Осыдан 2 пачкасын салам. Бізде джелли, балдар джеллиді жақсы көреді, сондықтан банановый джелли алдым. Осыдан да 2 коробкасын саламын. Қызымның подаркасы дайын. Мынау қызымның подаркасы. Енді бірінші ұлымның подаркасын дайындаймыз. Мына пакетте дайындаймыз. Ұлым 16 жаста. Қазір нағыз возраста, сондықтан мен бұған қолтыққа жағатын, яғни біздегі Nivea алдым, 2. Бұл міндетті түрде керек деп ойлаймын, әсіресе 16 жастағы балдарға, сондықтан бірден 2-ін ала салдым. Содан соң мынау бізде мынандай алдым. Бұл бет жуатын, яғни азанда тұрғанда бетті сабынмен, бірдеңемен емес, яғни көпікпен, әдемі көпік, бетті әрі ағартады, әрі қызыл прыштарды кеттіретін. Осындай алдым. Бұл да нағыз 16 жасқа керек, балаға керек нәрсе деп ойлаймын. Одан соң енді біз тәтті-мәтті саламыз. Конфетчик, мини конфет. Дәл сондай. 2. Айтпақшы, міндетті түрде бальзам. Еріндеріне бальзам алған болатынмын. Бұл балаларға арналған бальзам. Ерінге де, көзің астына да, яғни әжімдерге де сүртуге болады. Өте керемет, әрі ішінде өте көп. Мен берем. Мына тоже менде азанда
азанда жуатын, яғни бет жуатын. Бұны да тоже азанда пайдаланады. Бұл да көбік. Осында саламын құрамы. Формал соғы. 2 желли. 1 фанта салам. Баламды тоже мынандай өте қатты жақсы көреді, әсіресе ашысын, сондықтан ашысын алдым, енді салам. Спрайт. Ішінде осынша зат бар. Обычно негізі онша балдарым қатты тәттіні, нені онша ұната бермейді, көп жемейді. Сондықтан барынша өздеріне ұнайтын нәрселерді алуға тырыстым. Екінші ұлыма тоже витамин. Қазір нағыз өсу возрастында болған екен, мен бойын өсіретін витамин алдым. Бұл да өте керемет, қазіргі кезде Кореяда хит, сондықтан да именно осы витаминді алдым. Ерінге бальзам. Міндетті түрде жейтін тамақ өздерінің жақсы көрген крешки, чипсы, алма сок, конфетчик. Бетке саламыз. Мына менің екінші баламның сыйлығы. Осынша сыйлық салдым. Екі жаста. Бірақ оның мен сыйлықтарды аяқ киім алған болатынмын, шапка алған болатынмын. Бірақ оларды мен қазір садикке кигіздім уже, потому что қазір керек болған екен, кигізіп тастадым. Бірақ сонда да ол кішкентай болған екен, оған да міндетті түрде сыйлық керек. Сондықтан бүгін сыйлығына жасаймын. 2 сок, конфетик, қатырылған сүт и жақсы көреді, ол да тоже желли. Сыйлығы дайын. Әрине осындай. Бірақ оның уже сыйлығын беріп қойғанмын, сол үшін маған осындай сыйлық дайындап қойдым. 2 жасар бала қуанады деп ойлаймын, өйткені оған қазір киім немесе бірдеңе керек емес, оған жейтін нәрсе болса болды. Папамызға дайындаймын. Папамызға не керек? Папамызға мен мынандай витамин алдым. Бұл нағыз қазір ол кісі всегда жұмыста занят болғаннан кейін мен именно осындай жақсы витамин алдым. Бұл шаршатпайды, яғни жұмыс деген кезде тез шаршап қалмайды, энергия беретін витамин. Осындай витамин алдым. Бұны да онлайн магазиннен сатып алдым. Оны салдым. Папамыз да өте қатты жақсы көреді. Мүлдем тәтті жемейді, сондықтан біз тәтті салмаймыз. Фуажа, бальзам, шампунь и азанда жуатын бетке арналған. Мынандай мини конфетті өте жақсы көреді, өйткені бұл азанда жеуіп жүруге өте жақсы. Бұл тәтті емес, өте кішкентай. Сондықтан осы конфетті жақсы көрген екен, мен осы конфетті күйеуіме салам. Басқа ештеңе салмаймын, өйткені күйеуім желі, анау-мынау ондай напитка деген нәрселерді мүлдем ішпейді. Тек қана су ішеді, тәтті емес нәрселерді, ащы нәрселерді көп жейді. Сондықтан ол кісінің подаркасы осы. Мынау. Ал подаркелер барлығы дайын болды. Мына менің кішкентай ұлымның подаркасы, мына 2 үлкен ұлымның подаркелері, мына менің қызымның подаркасы, и мына менің күйеуімнің подаркасы. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен жаңа жылға өзіме не сыйладым, сіздерге соны көрсететін боламын. Мен өзіме не сыйладым? Бірінші, шампунь. Көбінесе Кореяға келгендердің шаштары көп түседі. Білмеймін неге екенін, Кореяда су қалай, дұрыс па дұрыс емес білмейді ол жағын, бірақ Кореяда көп адамның шашы көп түседі. Сондықтан да мен всегда осы шампуньді пайдаланамын. Бұл шампунь әрі шашты қалыңдатады, әрі шашты тоқтатады, түскенін тоқтатады. Яғни өте күшті шампунь. Мен осыны өзіме пайдаланамын. Бүгін өзіме сыйладым. Я обожаю. Яғни бұда біз бетімізге әжім түсірмейді. Всегда
бетімізді жуғаннан кейін бетіміз сухой болады ғой, сол кезде осыны пайдалансаңыздар өте керемет әсер береді. Бұл Кореядағы хит. Осыны бетіңізді жуып аласыз да, деп сеуіп аласыз, болды. Бұның ешқандай иісі де жоқ, несі де жоқ, прям керемет нәрсе. Мен Кореяда бренд. Яғни бетіңізге ажым түсірмейді, бетіңізді всегда влажный етіп жүре аласыз осымен. Бұл витамин енді керемет. Яғни бетіңізді жылтыратып ағарту үшін көбінесе осы витаминді ішеді. Бұл өте дәмді витамин. Қораптан бесеуі бар. Осындай. Осының мындай каждыйында осындай несі бар. Бұл ұнтақ сияқты. Өзін ішіп кете берсеңіз де болады. Немесе любой бір суға араластырып ішсеңіз де болады, өзіңіз білесіз. Бірақ өзін жесеңіз вообще дәмді, конфет сияқты. Бірақ ұнтақ, кәдімгідей қан сияқты, шекер сияқты ұнтақ. Керемет. Вот достар, мен өзіме жаңа жылғы сыйлығым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осындай сыйлыққа мен стоитпын ба?